кезекті бағдарламамызда 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арнадық. Әйел бақыты, ана бақыты әр үйдің отбасының, отанның мерейі. Осы ана амандығы мен сәби саулығы үшін еренбей еңбек етіп жүрген ақ халатты абзал жандар бүгін біздің назарда. Ал бағдарламаның басты кейіпкерін білгілеріңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе, Гүлнар Хамзақызы, облыстық ішкі саясат басқармасы, өңірлік коммуникациялар қызметінің 72-42 Қызылорда бағдарламасы. Бүгін сіздердің мекемеге қонаққа келіп қалдық. Кел жатқан мерекеңізбен. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламаның басты кейіпкері облыстық ана мен бала орталығының бас дәрігері Гүлнар Хамзақызы. Гүлнар Хамзақызы, тағы да мерекеңізбен құттықтаймыз. Сіздің 30 жылдық еңбек тәжірибеңіз бар екенін білеміз. Енді осы еңбек жолын қалай бастадыңыз? Соған тоқталып кетсеңіз. Еңбек жолын негізі мен мединститутқа түскенге дейін Ақтөбеде балалар ауруханасында хирургия бөлімінде санитаркадан бастап жұмыс жасадым. Одан кейін дайындық курстар, подготовительный курс деген болды ол кезде. Сол арқылы түсіп, содан кейін 7 жыл оқып, осы Ақтөбенің мединститутын бітіріп, ол кезде распределение деген болатын. Сол распределениемен Қызылорда облысына гинекологтар керек болғасын осы жаққа келгенбіз. Содан бері ол 88 жылы болды. 88 жылдан бастап бірінші, үшінші қалалық емхана болды. Қазір Сенім емханасы. Сол жерде 9 жыл бойы жұмыс жасап келдім. Бірінші учаскелік гинеколог, одан кейін бас дәрігердің орынбасары ретінде, кейін денсаулық сақтау басқармасында жұмыс жасадым. 6 жылдай бас маман болып, бас акушер гинеколог болып, бүкіл облыстың осы ана мен бала саласы бойынша бас маманы болып денсаулық сақтау басқармасында. Содан кейін барып 2003 жылдан бастап қалалық перзентхана, ол кезде одан кейін қалалық перинаталдық орталық болды. Соның бас дәрігер болып жұмыс жасап, осы 16 жылдың апрель айынан бастап 2 перинаталдық орталық қосылып, бір мекеме болып, осы қазіргі облыстық перинаталдық орталығына 16 жылдың апрелінен бастап осы жерге жұмысқа келдім. Біз мына перинаталдық орталықтың қабылдау бөліміне келіп тұрмыз. Қабылдау бөліміне қаладағы жедел жәрдем машинасымен осы босанушы әйелдерімізді осы жерге жеткізеді. Одан кейін, егер де шұғыл жағдайда көмек көрсететіндей болып жатқанда, пациентті кедергісіз ішке кіргізу үшін мынадай көтерілетін жерді, каталка жүретін жерді барлығын мүмкіндігін жасап қойғанбыз. Міндетті түрде есіктеріміз екі жаққа ашылатындай болу керек, егерде шұғыл көмек керек болатында. Шұғыл көмек керек кезінде міндетті түрде есіктеріміз екі жағын ашылатын болу керек, және де ортасында кедергі болмау керек. Кедергі болмау үшін мынадай қылып жасап қойдық. Және де әрмен қарай шұғыл жағдайда немесе жоспарлы жағдайда мынадай белгілермен белгіленген. Мына жаққа бізге жоспарлы күйінде босанушылар келіп жатады, егерде толғатып атпаса, сондай кезде мына ортасына қызыл жағдай, шұғыл көмек керек кезінде болатын жағдай. Мына қызыл стрелкамыз, сары стрелкамыз, мына жақта диагностикалық палата қадағалауға болатын кезде сол кезде біз жатқызып қоямыз. Осы жерден бастап уже қай пациентті қай жаққа жіберетініміз бізге белгілі. Біз қойды, қабылдамады, сосын барып қана біз звондадық, сосын ғана қабылдады деген әңгімелер болып жатады. Ол олай емес, ол біз звондағаннан емес. Егерде толғағы болмайтын болса, олар артынан жатқызғаннан кейін жатқысы келмейді, үйлеріне қайтқысы келеді. Сондықтан қадағаланады да, егерде толғағы болса, міне осындай қабылдана қояды, болмаған жағдайда уже үйіне қайтаруға болады. Қабылдау бөлімінен жоспарлы түрде түскен науқастарымыз жүктілер патология бөлімшесіне түседі. Бірақ бұл бөлімге жалғыз жоспарлы түрде емес, шұғыл түрде де түсуі мүмкін, бірақ көбісіне жоспарлы түрде портал арқылы келіп түседі. Қаладан да, ауданнан да жүкті әйелдеріміз келеді. Бұл бөлімшеде
жүктілікке қосымша бір диагноздары бар, науқастары бар пациенттеріміз келеді. Мысалы, жүктілік және қаназдық, жүктілік және бүйрек ауруы, өкпе ауруы, жүрек ауруы, сондай диагноздармен келіп жатып, осы бөлімшеден ем алады босанғанға дейін. Уақыты жақындап босанатын болған кезде бұл бөлімшеден босану бөліміне алады. Баланың жүрек соғысын тыңдау үшін аппарат бар, арнайы КТГ аппарат деген. Сол КТГ аппараттан осы станцияға келіп, орталықтандырылып, мониторинг жүргізу үшін, қадағалап отыру үшін дәрігер немесе жаңағы орта буын қызметкері, акушерка қадағалап отырады. Осы станцияға келіп, баланың жүрек соғысы келіп жазылып көрсетіліп тұрады, жүрек соғысы жазылып жатқан. Егер де ауытқу болған жағдайда шұғыл көмек көрсету үшін бұл өте тиімді. Біз республика бойынша бірінші болып орнаттық осыны. 10-шы босану бөлімінен осы жерге келіп барлық балдардың жүрек соғысы жазылып жатады. Ол жаңа айттым, маңыздылығы соншалықты. Егерде әрбір акушерка, әрбір босанушы әйелдің қасында 20 сағаттан тұру мүмкін емес. Ол бірнеше босанушы әйелі болады. Соларды қадағалап отыру үшін өте пайдалы зат. Гүлнар Хамзағызы, ана осы орталыққа кіргеннен бастап менде бір сұрағымыз бар. Беріңіз, қойғарасыз десеңіз. Жалпы бүгін қанша бала өмірге келді? Бүгін таңертеңнен бастап санасақ, 4 бала дүниеге келді. Бірақ 8 босанушы жүкті әйелдеріміз бар осы жерде жатқан қазір. Олар күні бойы негізі бір суткіде бізде 25-30, кейбірінде 40 адамға дейін босанады бізде бір суткіде. Өте көп. Негізі республика бойынша бір босану жаңағы үйінде деуге болады ғой, енді перинаталдық орталығында бір жылда 11 мыңға жуық босанушы әйел Қазақстан бойынша бізде ғана. Облыс бойынша енді көп болуы мүмкін, бірақ бір босану мекемесінде 11 мыңға жуық босану бізде ғана. Менде осы босандырған Күміс Насибдиновнаға және де акушерка Әсем апайымызға рахметімді айтамын. Келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймын. Осы кісілердің арқасы барлығы да өзім негізінен сол Астана қаласына жүрген болатын. Өзім бастаттым. Бармаймын деп өзім осы қалада босанып жүрмін, 3 балам. Осы кісілерге сеніп, осы кісілерге неғып босанамын. 4-ші. 2 қыз болды. Еңбектерінің жемісін көрсін деймін. Осы кісілердің арқасы барлығы да. Сізді де құттықтаймыз. Ұлыңыз қазақтың ертең батыры болсын. Құтты болсын. Жас мамандар келіп жатыр резидентурадан кейін. Оқыту процесі үнемі өтеді, міндетті түрде оқу процесі өтеді. Соларды оқыту үшін және де басқа облыстан келетін мамандарды әсіресе шұғыл жағдайға және ана мен бала саласындағы өзекті мәселелер бойынша тек қана емшекпен емізу және де қол жуу ережелеріне үйрету үшін кеше 1 ақпаннан бастап біздің базамызда бұрыннан тек 2 классымыз бар еді оқытатын, қазір енді оқу орталығы болып ашылды, үзіліссіз оқу орталығы. Ол неге десеңіз, қажет жағдайда, әсіресе шұғыл жағдайда қызметкерлер аспай-саспай, паника болмай
жақсы сапалы уақытына көмек көрсету үшін олар үнемі түрде осындай оқу процесстері болу керек, жаттығулар болу керек. Міне жалпы акушер-гинеколог мамандығын таңдауымның негізгі себебі басқа дәрігерлерде бір адамның өміріне жауап беретін болса, біздерде екі адамның өміріне жауап береміз, яғни анасының және сонымен қоса баласының. Және бұл мамандықтың ең жақсы жері әйел адамның өміріндегі ең бақытты сәт ана болу, ана бақытына ие болу сәтіне куәгер болғаны сол ең жақсы деп ойлаймын. Әрбір отбасына осындай ыңғайлаған балдардың дауысы көп болсын деймін. Олар дендері сау болсын. Осы республикамыздың үлкен азаматтар болуына тілеймін. Үлкен жауапкершілікпен жүктіліктеріне босануға қарауға тілеймін. Ешқандай аурулар болмасын деймін. Болған жағдайда да тез сауығып кетсін деймін. Ең үлкен бақыт деп ойлаймын әрбір әйелге осы дүниеге бала әкеліп, сол ана сезімін, әке сезіміне бөленіп, және де әже мен ата болу да ол үлкен бақыт. Сондай әже мен ата болуларына тілектеспіз. Қазақтың саны көбейе берсін, демографиямыздың үлкен үлесімізді қоса берейік. Біз медицина қызметкерлері әрдайым көмек көрсетуге дайынбыз. Енді барлық адамдар қиын жер дейді, бірақ қиын жер болғанмен ана мен баланың өмірінен артық ер азаматқа жалпы мемлекетке ештеңе артық жұмыс жоқ деп ойлаймын. Және келе жатқан мерекелермен бұл аналарды, болашақ аналарды, қазіргі аналарды, әжелерімізді бәрін құттықтаймын. Өмірде тек табысты болсын. Республика болсын, жаңағы шетелдерде біраз елдерде болып келді. Сол елдердегі медицина саласындағы жаңалықтарды міндетті түрде енгізуге тырысады. Осы заманауи технологиялармен орталығымыз 90% жабдықталған деп айтуға болады. Соның арқасында талай жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Во-первых, хотелось бы поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов во всем. Гунаханжна человек опытный организатор, лечебник, человек, который не останавливается на достигнутом, всегда что-то новое внедряет, как в плане оборудования, каких-то лечебных, диагностических процессов, пытается помочь в этом плане всем сотрудникам и не только нашего коллектива, но и работать на всю область. Тәуелсіз еліміздің бүгін үшін асыл аналарымыздың қосқан үлесі зор. Құрметті аналар, нәзік жанды арулар, әрқашан береке бірліктің бастаушысы, игі істердің қостаушысы болып жүре беріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Назерке Шарапайдин, 72-42, сәби шаттығын сыйлаған бақытты аналардың ордасы Қызылорда.